Балалар, сендер сурет салғанды жақсы көресіңдер ме? Иә. Ал сендер білесіңдер ме? Компьютерде сурет сала алады. Бүгін біз суретші компьютер болып, суреттерді нүктелерден жасап үйренеміз. Мына суретке қараңдаршы. Ол неден құралған? Нүктелерден. Дұрыс, бұл пикселдер деп аталады. Растрлық кескін дегеніміз осындай ұсақ нүктелердің жиынтығы. Енді Paint бағдарламасын ашайық. Күн мен бұлт суретін салып көрейік. Қараңдар, сурет үлкейгенде осындай нүктелер, пикселдер көрінеді. Бұл растрлық кескіннің негізгі элементтері болып табылады. Өшіргіш, түс алу, толтыру құралдарын байқап көріңдер. Компьютер суретті осылай өңдейді, яғни редакциялайды. Онымен бүгін нені үйрендік? Растрлық кескін пикселдерден тұрады. Paint'та сурет салуды үйрендік. Өте жақсы. Ал енді өз атыңның алғашқы әрпін пиксель түрінде бояп салыңдар. Бәрекелді балалар, сендер бүгін нағыз сандық суретшілер болдыңдар. Келесі сабақта біз векторлық кескіндермен танысамыз. Ол геометриялық суретші әлемі.